Ассаламу алейкум достар. Мына шетімдегі барлығын көрдіңіздер ма? Осындай джиптердің бәрі қай жерде? Дұрыс достар, біз Lexus центрдің жүрілген көліктерін түсіруге келген болатынбыз. Достар, бізбен бірге болыңыздар. Бұйыртса жақсы шығарылым болады. Ал біз бастадық. Ендеше достар, мынау бізде Land Cruiser Prado 150 Titan'da дискі 2014 жылға рестайл. Көліктің іші былғардан жасалған ақ түсті. Қатты ескірмеген іші. Жалпы көлік 160 мың км жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 4.0, автоматта толық жетекті. 282 аттың күшін беретін, бағасы 18 миллион 300 мың теңге. Келесі бізде Land Cruiser 200-дік соңғы рестайлы, Titan'da диск, тағаланған баллондар, үстінде рейлингтері бар екен, үстінде лугы бар. Көліктің іші былғардан жасалған қара түсті. Көлік 2017 жылға 54 мың км жүрген екен. Бензинмен жүреді. 309 аттың күшін беретін 4.6 қозғалтқышты көлемі орнатылған. Толық жетекті автомат, бағасы 32 миллион 500 мың теңге. Ақ түсті. Дерзкі көрінеді. Land Cruiser Prado'ның соңғы рестайлы, Titan'da дискі, тағаланған баллондар, үстінде рейлингтері бар. Көліктің іші былғардан жасалған қара түсті. Көлік 2018 жылға 62.200 км жүрген екен, бензинмен жүреді. Қозғалтқышының көлемі 2.7, 163 аттың күшін береді екен, толық жетекті. Бағасы 21 миллион 500 мың теңге. Дәл сондай, бірақ сұр түсті. Prado. Мынау дискілер жаңа алдыңғысына қарағанда әдемірек көрінеді екен, жылтырап тұр, жарқырап тұр. Аяқ басып кіретіні бар. Көліктің бетіне чехол кигізілген. Так, көліктің іші былғардан жасалған. 2019 жылғы 73 мың км жүрген, бензинмен жүреді. Қозғалтқышының көлемі 4, 249 аттың күшін береді, шамамен 250. Толық жетекті, бағасы 27 миллион 700 мың. Келесі бізде мынау 570 Titan'da дискте орнатылған. Қара түсті, қап-қара. Іші былғардан жасалған. Жалпы көліктің жылы 2018, 62 мың км жүрген, бензинмен жүреді. 5.6, 5.7 қозғалтқышты көлемі орнатылған, 367 аттың күшін береді екен. Толық жетекті, бағасы 42 миллион 800 мың. Бизнес сағатындағы көлік. Дәл сол санаттағы Toyota'ның, яғни дәл сол санаттағы Toyota'ның көлігі Land Cruiser 200, яғни қатарынан мектен 200 тұр. Қазір бір-біреуде көрсетіп кететін болам. Titan'da дискі. Жалпы көлік қара түсті, үстінде лугы бар, рейлингтері бар. Іші қоңыр түсті, былғардан жасалған, ескірмеген. Көлік 2016 жылғы 107.500 км жасалған екен. Яғни достар, 107.500 км жүрген, мынау ішіндегі былғарысы, бірақ жақсы сападағы болғандықтан қатты ескірмеген. Сонымен қатар қарабайдағанында еске алуымыз керек. 4.6 қозғалтқышының көлемі 309 аттың күшін береді екен. Автомат, толық жетекті, бағасы 28 миллион 900 мың теңге. Келесі ақ түстісі. Кішкене өзгерістері бар, мынау решеткаларында, торларында кішкене айырмашылық бар. Titan'da диск
қысқа баллондар тағаланған, бетіне чехол кигізілген. Көліктің жылы 2017, 71.000 км жүрген екен, бензинмен жүреді. 309 аттың күшін беретін 4.6 қозғалтқыш көлемі орнатылған автомат толық жетекті. Бағасы 32.200.000 теңге. Салонның түсі қара түсті екен. Яғни келесіне өттік. Мынау кішкене бампері торлары өзгерген болса, мына жерде өзінікі. Стоковое состояние дейді ғой, яғни сток. Яғни достар, мынау көліктің үлкендігін қараңыздаршы. Негізі машиналарды әкеп қояды да, сары темірге дейін қояды. Мынау сары темірден асып кеткен. Ұзындығы. Яғни көлікке өтейік. Үсті үлігі бар көліктің. Іші қапталған. Көліктің жылы 2017, 81.000 км жүрген, бензинмен жүреді. 4.6, 309 аттың күшін береді. Автомат толық жетекті. Бағасы 33.300.000. Ішіндегі салонның түсі былғардан жасалған, қоңыр түсті былғары. Алдындағы біреуін көрсеткенем, сол сияқты. Келесі мынау бізде Infiniti Азим Акулада осындай көлік болған. Яғни бағасы қанша екенін көретін боламыз. Мынау көліктің баллонының үлкендігін қараңыздар. Bridgestone деген. Яғни титанды диска жылтырап тұр. Көліктің мынандай басып мінетіні бар, өйткені көлік биік, ақ түсті. Көліктің іші өте кең, дәу. Көрініп тұр, қол қоятын жерде үлкен, отыратын жерде үлкен көлік. Infiniti QX80 2014 жылы 99.750 км жүрген. Қозғалтқышының көлемі 5.6, 405 аттың күшін береді. Автомат толық жетекті. Бағасы 15.700.000 теңге. Үстінде люкі бар. 15.700.000 тұрады. 100.000 км жүрмеген. Достар, мынандай гелик іздеп жүрген адамдар бар ма? Қара түсті. Мынандай жерлері, фаралары әдемі көрінеді. Гелик таза бандитская машина ғой. Көліктің сырт келбеті өте тартымды. Титанды диска. Көліктің ішіне назар аударайық, яғни ескісі екен көрініп тұр. Көліктің қара түсті салон, бұлғардан жасалған, беті қапталған. Көлік 2002 жылғы 368.000 км жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 5.0, 296 аттың күшін береді. 368.000 км жүрген, бензинмен жүреді, толық жетекті. Бағасы 8.900.000. Міне, мынау көлік. Андай дерзкий көліктерден кейін андай Nissan'ды көрсеткен кішкене не екен. Бірақ көліктің түсі өте әдемі. Көлік жап-жаңа, оптикаларды өте жарасымды. Титанды диск. Көліктің ішіне назар аударайық. Іші былғардан жасалған, жақсы жағдайда былғарысы. 2019 жылы 27.000 ғана км жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 2.0, 144 аттың күшін береді. Бензинмен жүреді, толық жетекті вариатор. Бағасы 11 миллион теңге. Қателеспесем, үсті бізде панорама. Келесі бізде мынау Hyundai Santa Fe. Santa Fe'нің соңғы үлгісі. Мына жерде кір болып тұрғаны бордюрға тисе керек. Титанды диска, сұр түсті. Сырты жалпы жарасымды екен өзіне. Іші матадан жасалған. Ашық түсті, сұр түсті. 2019 жылға 12.200 км жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 2.4, 172 аттың күшін береді. Автомат толық жетекті. Бағасы 13.900.000 теңге. Яғни достар, бұдан біз байқайтынымыз 2.4 қозғалтқышты көлем, яғни Hyundai Santa Fe'ге кішкене жетіңкіремейді. Міне. Негізі дерзкая машина, сыртынан қарайтын болсам.
крузактар өздерін дәлелдеп қойған көліктер ғой бұлар. Көп бұзыла бермейді. Мысалы салыстырмалы түрде Гелендвагенмен мысалға бір элементі бұзылатын болса, сол элементін сатып алу, мысалы 30 000 теңге кететін болса, мынау крузакқа, яғни содан 10 есе шамамен 10 есе арзанға келеді. Көп бұзыла бермейді сонымен қатар. Как-никак Toyota ғой. Достар, осымен шығарылымыз тамамына жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.